Дольф Лундгрен бұл шведтік жігіттің өмір тарихы өзі түскен кез келген фильмнің сценарийінен асып түседі. Дольфтың әкесі әскери болғандықтан қатал тәртіппен өсірген. Ол бала кезінде өзін дзюдо мен каратэда сынап көреді. Соңында Киокусинкайға тоқтайды. Жаттығулардың арқасында 77 жылы ол 3 жыл қатарынан Швеция чемпионы титулын ұстап тұрды. Ал 79 жылы әлем біріншілігіне шығады. 80 жылы каратэ командасының капитаны атанып, Ұлыбританияда чемпион атағын алады. Лундгрен тек мықты спортсмен ғана емес, ол Вашингтон университетінде химия факультетінде бітірген және Стокгольмда корольдік университетте оқыған. Оқудан кейін ол Швеция армия қатарына қосылады. Бостонға барарында әнші Грейс Джонспен танысқан болатын. Грейс оны оққағар ретінде жұмысқа алады, бірақ қарым-қатынастары жұмыспен ғана шектелмей, екеуі кездесе бастайды. Осы сәттен бастап Дольфтың өмірі күрт өзгереді. Ол Нью-Йоркке көшіп, өзін модель ретінде сынап актерлік шеберлік сабақтарын алады. Бірінші рөлді алуға Грейс көмектескен болатын. Бұл рөл бәріміз білетін Роккидің 4-ші бөліміндегі Иван Драго болатын. Бірақ 2000 жылға дейін біраз экшн фильмдерге түскенімен, кинокритиктер актерлік шеберлігі нашар екенін айтты. Тек универсальный солдат фильмінен кейін сары жігіт қайта танымал бола бастайды. Ал кейінгі кинолары Неудержимый және Аквамен болды. Қазір Дольф 66 жасқа келді, ал жақында 28 жасар Эмма Крокдалға үйленді. Актер 2015 жылы қойылған өкпе ауруы диагнозы туралы айтқан болатын. Айтуынша бұл жас кезде бодибилдингпен айналысқандағы стероидтан болуы мүмкін дейді. Қазіргі таңда операциялардан кейін актердің жағдайы жақсы. Менің бүгінге айтарым осы достар. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.